Мына Назарбаев бастаған Москваның сүмелектері, қолжаулықтары малене кетпейінше Қазақстан мемлекет бола алмайды деп. Қуаныш Сұлтан жүгіріп келіп, қасыға қатты айттыңыз ғой. Пәтеріңіз қалай керек пе пәтер? Кет пәтеріңмен қосып деп. Енді сол кезде мақтап мен айттым, ел жасай алмайды. 91-де президенттікке түспек болдым. Екі киіз үй тігіп, сұмның алдында. Желтоқсандықтар қолдап, иә. Сіздің президент болдым демекші, президенттік бағдарламаңыз Енді өз өзінен, енді мақтап 30 жыл. Енді қазір сол мақтағандар боқтап жатыр. Болды ғой, Назарбаев кім екенін айтты, 90 жылық білген мен. Өйткені біреудің құлы болған адам, ол жеке мемлекет жасай алмайды. Москва дені дұрыс адамды республикаларға басшыға қоймайды одақтасқа. Өздерінің айтқаннан шықпайтын мынандай компроматы жиналған, былыққан арты. Сондайды қояды. Енді Назарбаевтың анау Дариғамен арасында ғана азғындық. Соны Путин білмей ме? КГБ-да істеп жүрген Путин. Ден Сяопин білмей ме Назарбаевтың кім екенін? Буш білмей ме? Сөйтіп тұрып, сол Назарбаевтың қолын алып құшақтасады. Значит, сендер де азғынсыңдар сондай. Ана Фидель Кастроның айтқан сөзі рас. Әлемді алаяқтар, азғындар билеп отыр деп. Осындай жағдайдамыз қалайық. Бірақ енді Назарбаевты ұрыса бергеннен, енді балағаттай бергеннен қарнымыз тоймайды, қазақтың қарны тоймайды. Ол шетелге кеткенді қайтармайды. Ол еврейлер әдейі ұйымдастырған. Ана Иранның шақында сөйткен, швейцарский банкке тыққызып халқын тонап. Заирдің президентінде 32 жыл халқын тонап, ақш қаржысын бәрін неге тыққызып шетел банктеріне. Революция жасап жіберді, олар қашып барды шетелге, өлтіре салды адамдарды. Ақшаның бәрі еврейлерге қалды. Бітті. Мына ақымақ соны тарих 7 класс оққан дейді ғой. Анаусы шақанып 2 класс оққан. Ылғи сондайлар билеп келді ғой Қазақстан. Білмейді тарихтан. Ешқандай хабар жоқ, санасыз, сауатсыз. Соны енді тонап беріп, енді оларды жем қылып қойды. Сондықтан енді мен ойлаймын, балағаттаған өздері білсін. Бірақ біз енді қалай шығамыз мына жолдан? Анау бүлдірді екен деп енді бүлініп, құлдырап жоқ болып кетеміз бе? Қайтадан 32 жыл бола ма? Мұна кете берсе әлі тонап жатыр. Тағы 32 жылдан арман болып кетеді. Экологиямызды құртып, өзімізді жоқ қылып, сондықтан қазір ағайындар қалай мына тығырықтан шығатын жол бар ма? Нені өзгертуіміз керек? Бір президентті өзгертіп, екіншісін қойғаннан ештеңе шықпайды. Гарантия жоқ оның қандай адам болатынына, арай не істейтінді. 30 жыл, ой, Нұреке деп сенеміз саған дедің. Ең Тоқаев келді, тағы да ойбай, кім? Қасеке, сенеміз дейді. Сенеміз деген анау, мынауды қатырып кетсе қайтасың сен. Қандай гарантия бар? Бір механизм бар мұны тоқтататындай. Жоқ, көріп отырсыңдар. Жүр тайраңдап сол Назарбаевтың 100% адамдары қасында отыр Тоқаевтың. Шетелден ақша келетін ол құдай білсін. Не қайбыл жағдай ол тарихта. Енді қалыпты жағдай анау азаматтарды соттап жатыр, шырылдатып, өздері провокация жасап, халықты алаңға шығарды. Енді өздері жазалап жатыр бәрі. Ешқандай көріп тұрған жоқпын. Бірақ осыдан қалай шығамыз? Сондықтан мен осыдан 4 жыл бұрын Тоқаевты өзім кеттім деп Назарбаев айтты ғой, орныма Тоқаевты. Сонда келесі жылғы сәуірдегі деге шейін, демейді, сайлауға шейін. Сонда мен ойладым. Жақсы бопты, өзі 30 жыл қаусатты, Қазақстан енді орнына тағы қойып қойды. Енді қалай болады? Келесі жыл сайлауға шейін, мынау жүйені өзгерту керек. Кісіні өзгертпей, кісіні ғана емес, жүйені өзгерту керек. Жүйені. Мен аяқтайын. Енді қазір мынандай жағдайды көріп отырып, мінекей. Назарбаевтың ат қорасын Геракльді тазалай алмайды екен. Ол енді өзенді ағызып жіберген ғой, Абдейдің ат қорасын тазалаған, боққа былғап кеткен ғой әбден. Енді мына Назарбаевтың былықтырған Қазақстанды тазалау үшін анандай 100% кадрлер отырса, ана комиссия құрып жатырмыз, анау комиссияны ананың қылмысын тексеретін тағы ақшан. Комиссияның өзі сол адамдар ғой бірге ұрлаған. Жаңа кадрларды алмай отыр ғой тіпті, мүлде. Солардың баласы, немересі бәрі. Ол комиссия не шешеді? Дәл өздері ұрлардың өзіне комиссия тағайын деп отыр. Қазақтың ең жаман мінезі қасындағы кедей-кедейді жақтырмайды, бермесе де бай жақсы деп. Ана жаққа қарайды, байларға. Қасында жүр. Еге жақсы деп айта аласың ба? Қазақстан билігінде 30 жыл отырған.